Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын. Бұлсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес. Жайлаудың жайма-шуақ сәтінде төбеңнен көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар. Аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң ауырсынбайтын, қанша құласаң жапырылмайтын. Күлтеленген күреңсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді-ау. Теңіз бетінен қаншама биік болғанмен, осы салық салғанның кез келген жерінде дереушақ қазсаң көлкілдеген су шыға келетін. Әсіресе жаңбырлы күндері қырдан құлаған лайсаңға айналып, шошайтып, қарағай бөренеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоз. Колхоздың сиыры күніне 3 рет сауылады, ал әр сауының арасында шөп шауып, оны маялайтын. Кеште тіпті түні бойы сепараторға сүт тартып, май шайқайтын. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылтып ән салатын. Тау арасында жылтылдатып от жағып, ән шырқағанда, лаулаған жалын бақсыдай тілін жалаңдатып, күй шертіп, тау тасты күңірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді-ау. Біздер балалар күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, 3 шуақ сиыр сауғызамыз. Ымырт үйіріле, алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, олардай шулап ойнап жүретінбіз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар, Тортай атты бала болушы еді. Әке шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар атыластарының есігінде жүретін. Қой аузынан шөп алмас, жуас, құлағының сәл мүкісі бар, бала болып көп айнамайтын жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі, таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін. Қолына не тисе, соны талғамсыз оқитын. Тортай ортамыздағы білгішіміз. Аузымызды ашып тыңдар, абызымыз сықылды. Тортай әсіресе мені жақсы көреді, жанынан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі, үйде ішім жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір, жолынан 2 алып, әр күн сайын Тортайға таситын. Ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын, қайта, мен аш жүргенім жоқ, әкеле берме, деп ұрсатынды. Өз бейілімен көңіл қошы болмаса, ләм деп аузын ашпайтын. Әрі, құлақ қағас естейтін болған соң, әңгімеге зауқы бола бермейтін. Тек менімен ғана, оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып ұрысып қуып жіберіпті. Салық салғанның ұшар басындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп, от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды, орнынан атып тұрды. Мені қалай таптың деді. Сенің үйің осы тас күрке емес пе? Тортай тас күркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрын да осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиеселі кітаптар әбден көп оқылғандықтан, жемтір болып, бір бұрышта жинаулы тұр. Төр алдында ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелдек шәркесіне стол жасап, майшам қойыпты. Тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от. Сіркіреп жаңбыр жауды. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба, ымырты ерте үйіріліп, көз байлана бастады. Үйден ұрлап алып шыққан нан мен ірімшікті столдың үстіне қойдым. Нардың шетінде жалаң аяғын салбыратып үнсіз отырған Тортай, рахмет, деді. Үні бір түрлі көңілсіз, қарлығыңқырап шықты. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген көзі қызарып, домбығып тұр еді. Әке шешең іздеп жүр, үйіңе қайт. Қорықсаң мен шығарып салайын, деді Тортай. Әке шешең деген сөзді қырсығып айтқандай болды. Ал әке шешемнің тірі жер басып жүргеніне мен кінәлемес едім. Сенің жаныңа жата кетсем қайтеді, дедім, оттың шаласын ысырып.
Қайтасың, деді ол міз бақпай. Мен бүгін оны мүлдем танымай отырмын. Қайтасың, әке шешең менің басымды жарады. Жармайды, сен мені қума, дос емес пе едік? Ораза намаз тоқтықта ғана деген, тоқ бала аш баламен ойнамайды деген. Мен жауап бере алмадым. Үндемеген қалпы мыңғиып отыра бердім. Тортай меңзең. Лаулаған отқа тесілген күйі күрсінді. Содан кейін нардан қарғып түсті де, тас үңгірдің тесігінен сыртқы үңілді. Жауын ұзақ жауатын түрі бар, төңірек тұтасып алыпты. Қонғың келсе, қона ғой, деді маған. Өзі тізесіне салып, қу бұтақты сындырды да отқа тастады. Мен әкелген ірімшікті бір асап, нарға қайта мінді. Содан соң аласталған алитет деген кітапты қолына алып, әрі-бері аударыстырды да ірге жаққа лақтырып жіберді. Жаңбыр толастар емес. Құлаққа тасқа тиіп тайғанап жатқан сыбдыр-сыбдыр естіледі. Күркіреп, сарғырамай, ұрлана жауған нөсер қайдағы жайдағын еске түсіріп, қиял дүниесіне жетелейді, немесе маужыратып ұйқыны келтіреді екен. Босағада отырғаның не? Деді Тортай. Бағанағыдай емес, көңілденейін деді. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көремін. Бастықтың баласымын деп мұрныңды көкке көтермейсің, қарапайымсың. Тас ошақтағы оттың сәулесі қабырғаларға түсіп, қоңырқай тартады. Төбеде тесік бар ау деймін, тырыс-тырыс, тамшыдамады бір жерден. Біз ертекті ескі дүниеде отырғанда едік. Менің кеңсіргім ашып, бір түрлі жылағым келді. Тортай дедім, ау деді. Әңгіме не ертек айтшы. Баяғда бір жетім бала болыпты деп бастады. Баяғда бір жетім бала болыпты. Ары қарай күңгір-күңгір, көбір-сыбыр ертекке айналды. Бүгінде менің есімде Тортай айтқан ертектің көбі қалмаған. Тіпті сол арманшыл баланың өзінде ұмытқандай едім. Тек баяғда бір жетім бала болыпты деп басталушы еді. Ал қалай аяқталатын білмеймін. Мүлдем есімде жоқ. Қалай аяқталушы еді? Менің жадымда тамаша сақталғаны, ол тас үңгірде шөп төселген нардың үстінде жатып, оқыған кітаптары мен өзінің арман қиялы туралы түн ортасы ауғанша айтқан көбір-көбір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мені жып-жылы қойнын алып, ағалық ақылын айтатын тым зеректі еді. Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласар жалғыз ақ нәрсем бар, ол кітап, дейтін. Әкем де, шешем де сол кітап. Кейбірін 2-3 қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің бәрі-бәрі ұмытылып, басқа бір жұмақ өмірге сапар шеккендей боламын. Әттең, жағдай келсе, оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Ақ жауын сіркіреп тұр. Тас ошақтағы от қоламдаланып, үңгірдің ішінде қорқыныш ұялап, қараңғылана бастаған. Тортай әлі сөйлеп жатыр, арманы таусылар емес. Демі құлағымның түбіне жып-жылы болып сезіледі, ептеп қытықтайды. Мен үнсіз тыңдай беремін. Әлде тоңазығымнан, әлде қорқыныштан Тортайдың бауырына тығыла түсемін. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде Тортайға еріп, бұзау бағуға шықтым. Менікі еріккеннің ермегі сықылдайды. Тас шоқының ұшар басына дейін бұзауларды өргізіп бардық та, еркіне қоя бердік. Өйткені 4 аяқты мал бұл жерден ұзап еш қайда кете алмайтын. Биіктеген сайын қалың орман таусылып, таудың таз төбесі басталатын. Заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды және шөпте бойлап қалың өспейтін тақыр. Жазды күндері үнемі сезіміңді сергітер майда лебесіп тұрар еді.
ал шоқылар өркеш-өркеш болып, көк күмбезіне найзадай кіріп, ұшпалана қол бұлғайтын. Қыздың жиған жүгіндей тай-тай, тең-тең, жақпар тастың арасынан тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тыртысып, қол аяғымызды жаралай, сол биікке шығып, сарымсақ жұлып жегенбіз. Бұл тұстан таудың балағы алақандағыдай көрінеді. Сонау шатқалда Алтайдың шолпысындай мың бұралып, ағаран қағып, Бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің ауылымыз көкжалқақ мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нобайы ғана сүлделенеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып, ат жәмініп отырған Тортай анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай көзін сығырайтып ұзақ қарадай. Соң шығыс жақты нұсқап, ереуілдеп сөйлей жөнелді. Ей дейтін маған, танау делдейіп, егер осы тұрған жерімізден тұп-тура шығысқа тартып кетсе қайда барар едік, білемісің? Мен иығымды көтеремін. Білмейсің, Монғолиядан бірақ шығар едік. Сен болмасаң, мен жүре беруден әсте шаршамаста, қорықпас дедім. Рас айтамын, Монғолияға барар едік. Бізді қазақтар келді деп, құшақ жая қарсы алар еді. Әппақ киізге отырғызып, үйге кіргізіп, тай сойып, қонақ қылар еді. Боз биенің сүтіне шомылдырып, алдымызға астау қазы қарта қояр еді. Ішеріміз алдымызда, ішпесіміз артымызда. Қымызға қызыңқырап, шәнейіп жатқанда, Ағотаудың есігін ептей ашып, ай мен күндей қосару кірсе. Әттең дүние-ай, армансыз күліп ойнасақ, содан соң екеумізге екі ақ қозат мінгізіп, әлгі екі сұлу қызды алдымызға өңгеріп елге қайтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі, барлық адамдары қақ жарылып қарсы алып, шулап соңымыздан ерсе. Әттең дүние-ай, мұндай рахаттан кейін өліп-ақ кетсең, не арман? Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасты тебініп қалғанда, ар жағындағы шатқалға құлап кетеді екен деп, сәре ұқтым қалмайды. Ақбоза демекші түнде түсімде көкөгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр, о несі екен? Деп бұзаулармен бірге каперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. Тортай, сен түбі сол ақбозатқа мінесің дедім мен шын көңілмен. Қайдан деді де ол тастан тасқа секіріп төменге түсіп бара жатып. Қайдан білейін? Әкем марқұмның тақымы Қотыртайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін? Күз жақындап, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып, жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым, қиналдым. Өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы, бәлкім, мен мін алмаған ақбозатқа сен мінерсің. Сенің өз ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көкөгіз жазылған. Онда мен ақбозатымды саған сыйға тартамын. Содан бері көп жылдар өтті. Мен Тортайды да, ақбозатты да әлдеқашан ұмытқанмын. Бір рет ауылға барғанымда азаматтар сөз қылып отыр екен. Тортай үйленбек болып, ішкер жақтан жуастау бір қызға сөйлеседі. Сонда қыз: жеке басымды қорламаймын. Мен көндім, бірақ жаман жақсы болса да әке-шешем бар, солардың ықыласынсыз кете алмаймын. Өзің алдарынан өтіп қайт деген екен. Сонда Тортай атына міне шауып қыздың үйіне барады. Сәлем алысқан соң қалыңдықтың әкесі: кімнің баласысың шырақ деп жөн сұрағанда, құлағының мүкісі бар Тортай ұқпай қалып, малдан келдім ата деп қойып қалса керек. Шал саңырауға қызымды бермеймін деп ит қосып қуып салыпты. Елге енді бір рет барғанымда естідім, Тортай үйленген, 2-3 баласы бар, қой бағады екен. Былтыр жазда демалыс алып ауылға тағы бардым. Әкемнің 4 бөлмелі бау-бақшалы үйінде еркін сайрандап, тойып жеп, тасыраңдап жүрмін.
Шешем бәйек болып, не ішесің, не жейсің құлыным, дейді зыр жүгіріп. Түске жақын жұп-жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп серейіп газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да, әлдекім кіргендей болды. Көрші қолаңның бірі шығар деп аса мән бере қойғаным жоқ. Әйтеуір шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп еміс-еміс естіле берген соң, есіме баяғы бір қоңырын түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген Тортай екен. Тәте, айып етпеңіз, әшейін ораш қамандасайын деп өзімсініп келіп едім. Ол ұйықтап жатыр, деді шешем. Оятпай-ақ қоялық. Төрге шық отыр. Жоқ, о не дегеніңіз, тәте? Маған осы босаға да жетеді. Әшейін ораш келді деген соң амандасайын деп. Баяғыда бала кезде бір көстік, талай рет бұзау жайып едік. Енді міне ел таныған азамат болды. Айып етпеңіз, мен қазір кетемін, тәте. Ораш келді деген соң жалғыз ұлың ғой, Құдай қуат берсін. Бізді қойшы, біз ондай үлкен кісілердің садағасымыз ғой. Рахмет, тәте, тамақ ауыз дейін. Осы құрғырды жақпаса да, баз-базында ішіп қоятыным бар. Ал тәте, орашың аман жүрсін, атақ аспандай берсін. Қол қойдырып алайын деп, мына бір кітабын қойныма тыға келіп едім. Тағы да соғармын. Малдан қол тие бермейді. Қыстай жемдеген торатты управляющий алып қойған. Тәте, мың салса баспайтын тағы бір трақысын берді. Саған осы да жетеді. Торатты озат шопан мінеді дейді. Ал кеттім, рахмет тәте. Келді кетті деп сөге жамандамаңыз. Әшейін ораш келді деген соң, үлкен кісі ғой, бір көскен, сәлем берейін деп. Мен келді деп айтпаңызшы тәте, ұят болар. Ал сау болыңыз. Рахмет, итіңде баяғы өзіңіз білетін салық салғанға жеткенше түн ортасы болар. Өзіңіз білесіз, салық салған алыс, өт алыс. Монғолияның бер жағында. Мен сулап жатқан орнымнан белім кеткендей тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым. Тортайдан ұялдым. Батылым бармады. Бет жүзім шыдамады. Сонда ғана менің есіме баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталатын ертектің қалай аяқталары оралды. Осылай аяқталады екен ғой. Тортай мінер Ақбозат менің тақымымда кеткендей еді. Иесіне қайтаруға кеш еді.